Баршаңызға сәлем достар, Дертке ем арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сарымсақтың пайдасы мен және зияны туралы айтатын боламын. Ең алдымен менің арнама жазылып кетіңіздер. Міндетті түрде күнделікті сіздерге пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Сарымсақтың 10 пайдасын айтып шығайын және бірнеше зиянын айтатын боламын. Адамның қорғанышы иммун жүйесі. Түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілетіміз де сол иммун жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационы аса маңызды. Міне осындайда сарымсақ жеудің пайдасы көп екені жиі естиміз. Сонымен сарымсақтың қандай пайдасы және пайдалы екенін шамадан тыс жеудің нендей зияны бар, соны айтатын боламын. Ең алдымен пайдасын тізіп шығайық. Бірінші, сарымсақ бактериямен күреседі. Сарымсақты шикідей жегенде альцин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салса, онда альцин бөлінеді. Ас мәзіріне шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызды өкпе құрты, дизентерия, кандиоз бен герпес ауруларын тудыратын түрлі бактериялардан қорғайсыз. Екіншіден, сарымсақ қан тамырлардың қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы альцин жүрек қан тамырларының жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларды нығайтып, қан айналымын жақсартады, залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше қанның ұюын болдырмай, жүрек талмасын алдын алады. 12 апта бойына сарымсақты үзбей қолдану артерияларда қан қысымын реттейді. Үшіншіден, сарымсақтың қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулин ыдырауын баяулатады. Сонымен қатар, қан тамырлары және күре тамырлардың жұмысын реттеп, қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Төртіншіден, сарымсақ иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 60% алдын алуға дәлелденген. Тұмаудың алдын алу немесе ауырғап қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жөн. Бесіншіден, сарымсақ қатерлік ісіктің алдын алады. Сарымсақ құрамындағы күкірт, сульфид, солит, цистин, селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесінде сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуының 20%-ға төмендететінін көрсеткен. Соның ішінде асқазан рагы, тоқ-ішек ісігі, бауыр, сүт безі ісігі қаупін азайтады. Алтыншыдан, сарымсақ паразиттермен күреседі. Аскабердиоз жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құрттарымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Сарымсақты шикі жеген жөн, немесе 200 мг сүтке, балаларға 70 мг, бір бөлік сарымсақ салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы 1 апта күнделікті жатар алдында жасаған дұрыс. Сарымсақ ас қорытуды жақсартады. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады. Қарынның жұмысын реттейді. Ішек жұмысын жақсартады. Тәбетті көтереді. Алайда асқазан ойық жарасы басқа да аурулардың асқыну кезінде сарымсақты қолданбаған абзал. 8-ші, буын аурулары. Сарымсақтың аяқ-қол буындар үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды.
остеоартриттің алдын алады. Сондықтан да сарымсақтың ас мәзіріне қосыңыз. Сарымсақтың тоғынышы теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендердің теріні серпіндетеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтың жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз болғаны. Сарымсақ артық салмақпен күреседі. Сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Сол үшін күніне 2-5 грамм сарымсақ жеген жөн. Бұл дегеніміз 1-3 тіс сарымсақ. Сондай-ақ зімбір қосылған сарымсақ шайын ішуге де болады. Ол үшін зімбір тамыры шамамен 4 см болатын тілімді сарымсақ 2 тісше су. Дайындалуы: зімбір мен сарымсақты ұқсатып тураймыз. Оған 2 литр ыстық су құйып, 1 сағат көлемінде су буында немесе термоста демдейміз. Артынша сүзіп алып, күні бойы ағзадағы мөлшерде бірнеше рет ішеміз. Ал достар, сарымсақтың зияны қандай екенін айтайын. Сарымсақтың құрамындағы түрлі элементтерге өте бар. Десе де оны шамадан тыс жеуге болмайды. Әйтпесе уланып қаласыз. Күніне 8 сарымсақты жесе қан кетеді. Сарымсақты аш қарынға жемеген жөн. Асқазан ауыратындар ауруы асқынған не қозған кезде сарымсақты жемеген дұрыс. Сарымсақты көп жесе ішекке газ көп жиналады. Жүрек айнып, бас ауырады. Денеге температурасы көтеріледі. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Сонда ғана оның құнары мен пайдасы бойға дариды. Сарымсақтың зияны да бар. Әрбір заттың пайдасымен қатар зияны да болатыны белгілі. Егер сарымсақты белгілеген мөлшерде асырып пайдаланса, онда ас қорыту жолының қабығы тітіркенуі мүмкін. Сондықтан сарымсақты кім жеуге болмайтынын білу керек. Пияз тұқымдастың екінші бір кемшілігі оны жеп болғаннан кейінгі ауыздағы жағымсыз иісі. Оны бірден кетіру мүмкін емес. Осы себепті адамдар сарымсақ қосылған тағамдарды сирек жейді. Бірақ тұтастай алғанда сарымсақтың пайдасы бүкіл организм үшін орасан зор. Сарымсақ бір адамдар үшін өте пайдалы болса, біреулерге керісінше зияны тиіп жатады. Біз бұл ретте бәрінің ас қорыту жүйесіне байланысты екенін айта кететініміз жөн. Дені сау адамдарға күніне 1-2 талын ғана қолданған жеткілікті. Ал асқазан ауыратын, гастриті немесе ойық жаралы адамдарға сарымсақты күнделікті пайдалануға болмайды. Тіпті кейде ас мәзірінен мүлде алып тастауына тура келеді. Өйткені сарымсақты жиі тұтыну асқазанның шырышты қабығының асқынуына алып келеді. Бұл тек сарымсаққа қатысты айтылар дүние емес. Кез келген тағамды пайдаланар кезде оның қандай пайдасы, зияны бар екенін сараптап біліп қана қолдансақ, денсаулығымызға орасан зор нұсқау келтірудің алдын аламыз. Яғни барлық тағам өз мөлшерімен тұтынылғанда ғана пайдалы. Әсіресе ішек қабыну аурулары бар жандарға қатаң диета сақтап, арнайы мамандармен кеңесіп қана тамақтану ас мәзірін жасау керек. Елімізде ғана емес, дүниежүзі халқының үрейге ушықтырған коронавирус пандемиясы кезінде желіде сарымсақтың емі туралы түрлі қауесеттер шыққан еді. Тұмау, коронавирус, тыныс алу жолдарының жұқпалы вирустық аурулар тобына жатады. Алайда аталған ауруларды сарымсақпен емдеуге болады деген қате түсінік. Сарымсақ табиғи таза өнім. Оның құрамында адам ағзасына пайдалы өте көп пайдалы заттар, түрлі дәрумендер бар. Оған қоса қазіргі таңда дәріханаларда сарымсақтың құрамындағы пайдалы ферменттерді сығып алынған арнайы биологиялық белсенді қоспалар сатылады. Оны күнделікті тағамдарға қосу, шикіде өзін жеу, одан салаттар дайындау, сол организмдегі дәрумендерді арттырып, иммунитетті нығайтып, ал иммунитеті жоғары жандарға көп ауру жоламайды. Сонымен қатар, ауырса да тез жазылып кететіні белгілі. Сондықтан сарымсақ ең алдымен иммунитетті көтеруші көкөніс екенін есте сақтауға тиіспіз.
ол ешқандай аурудың өздігін емдемейді. Бір сөзбен айтқанда, тек түрлі аурулардың алдын алуға көмектеседі деген жөн болар. Бүгін сіздерге айтып өткен деректерімді сарымсақтың қаншалықты пайдасы бар екенін және оның қандай ауруларға ем екендігі толығырақ мәлімет беріп өттім. Сонымен қатар, әр үйде әрқашан кем дегенде тұтас бір сарымсақ болу керек екенін көз жеткізейік. Ендеше сарымсақтың баға жетпес пайдасын көру үшін күнделікті тұтынуды ұмытпаңыз. Достар, бүгін сіздерге дертке ем арнасы сарымсақтың пайдасы, зияны туралы айтып шықтым. Өздеріңізге толық ақпаратты тыңдап шықтыңыздар. Пайдалы болса, лайк басып, арнама тіркеліңіздер. Төменге пікір қалдырсаңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Ауырмаңыздар, байлықтарыңызды бағалаңыздар, дендеріңіз сау болсын, сау болыңыздар.